Арыста әлеуметтік арзандатылған азық-түлік дүкені іске қосылды. Мұнда өңір тұрғындары үшін күнделікті тұрмысқа қажетті ас-ауқат сауда орталықтарынан біршама төмен бағада ұсынылып жатыр. Сәйкесінше дүкен тұтынушылары да күн санап артуда. Бұл қымбатшылық жайлаған тұста қарапайым халық үшін әсіресе әлеуметтік осал топтағы азаматтар, көп балалы отбасылар мен әлеуметтік аз қамтылған жандарға жақсы жаңалық болды. Игі істі қолға алған кәсіпкер Нұржан Смайылов алдағы уақытта баға тұрақтылығын сақтап тұруға ниетте екенін жеткізді. Орталық базар маңындағы Қазыбек би көшесінде орналасқан дүкен әлеуметтік ет дүкенінің қасына жайғасқан. Айта кетейік, былтыр кәсіпкер Сейілхан Кенжебековтің бастамасымен арзандатылған ет дүкені ашылған еді. Енді міне ол қатарға азық-түлік дүкені де қосылды. Халыққа оңтайлы баға ұсынып отырған кәсіпкерлер мақсатымыз баға тұрақтылығын сақтап, өңір тұрғындарына қолдау көрсету деп отыр. Балауса Оспан, Жантөре Болыс Мұрат, Арт ТВ жаңалықтары.